Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Біздің кезекті жаттығуымыз радио толқындардың таралуы, радиолокация туралы болады. ұбт-ға дайындалуға арналған материалдар. Біріншіден бізді қолдап, лайк басып, подписаться етіп, сөйтіп таратып қойсаңыздар, бұл істі оқушыларға пайдалы болсын деп, оқушы мұғалімдерге жасап жатырмыз. Сол үшін қолдау көрсетсеңіздер, көп рахмет сіздерге. Енді мына жерде бірінші, екінші сұрақтың жай теориялық сұрақтар болды. Сол үшін біз үшінші сұрақтан бастап жатырмыз. Алматыдағы Көктөбеде орналасқан телемұнараның биіктігі 372 метр, ал қабылдау антеннасының биіктігі 10 метр. Көктөбенің өзінің биіктігі 250 метр болса, телехабарлар қандай қашықтықта қабылданады? Біз жердің бетін бұлай қисық деп алайық. Сол кезде мынау Көктөбе, мынау да оның үстіндегі вышка болсын. Мынау қабылдайтын мұнара, мынау 10 метр. Мынау жалпы ұзындығы қаншаға тең? 372-ге 250 қоссақ 622 метр болады. Сонда біздің мына жерде мынау қалай болу керек? Шамамен бұлай горизонтта болу керек, Горизонтта дегеніміз ол қалай? Ол бұлай. Мынаны дұрыстап тағдасайық. Көкжиекте көрініп тұру керек. Сигналымыз жер бетіне тиер-тиместей бүйтіп өтеді. Тиер-тимес. Бұлай болады. Сонда мына жақта мынау бізде радиус болсын. Негізінде мына радиус 6400 км әлдеқайда үлкен ғой. Біз бірақ ыңғайлы болсын деп бұлай алдық. 10 метр. Жақсы, енді бұл жерде мына жақ бұлай 90 градус болсын. Мынау жердің беті болсын. Сонда мынау екі түрлі бұрыштан тұрады. Альфадан, бетадан. Бұл екеуін табу үшін біз мынандай бір қолданамыз. Қараңыздар, мына жерде гипотенуза, екі жақтың гипотенузасы неге тең? Мынау 6.400.000 тең, е? Мынау болса, мына екеуінің қосындысы 6.400.622-ге тең. Мынау ортаңғы жақ болса 6.400.000 тең. Сол кезде біз косинус альфаны қалай жазсақ болады? 6.400.000 бөлінген 6.400.622. Ал косинус бетаны 6.400.000 бөлінген 6.400.010. Енді осы екі бұрышты табайық. 6.400.000 бөлінген 6.400.622. Арк косинус бұл 0,0139 градусқа тең. Екінші бұрыш 6.400.000 бөлінген 6.400.010. 0,00 0,00
18 дей салайық. 0,0018 градус. Енді екеуін қосайық. Сонда жалпы бұрыш неге тең болады? Бұны сразу радианмен жазайық. Так, бұған қосамыз 0,0139. Бұл градус, градус 180 болған кезде радиан 3,14 болады. Осы пропорциямен біз радиан арқылы таптық. Онда 2,7 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі болады екен. Енді мына қашықтығымыз неге тең? Бұл бізде мына қашықтық болады, S. S тең болады R көбейтілген альфа қосылған бета. Доғанның формуласы арқылы жазамыз. Осыны көбейтеміз. 6.400.000-ға жауабымыз 1749. 1749. Ой, біз итак радианмен есептеп отыр екенбіз ғой. Қараңыз, мына жерде радиан деп тұр. Сол үшін біз мына бұрышты, мына екеуін просто суммасы ретінде аламыз. Мыналар радиан екен уже. Екеуін қоссаң қанша болады? 0,0157 радиан болады. 0,0157-ні көбейтеміз 6400-ге. 100,5 километр. 100,5 километр. Дұрыс. Жауабы дұрыс шықты. Келесі есеп. Радиолокатордан жіберілген импульстың нысанаға барып, сосын қайтып келетін уақыты 0,0001 секундқа тең. 10-4 дәрежесі секунд. Сонда осы нысанаға дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. 2х неге тең? С дельтаға тең. Бұл импульс, электромагниттік импульс болғандықтан жарық жылдамдығымен тарайды. Х-іміз 3 көбейтілген 10-8 дәрежесін көбейтеміз. 10-4 дәрежесіне бөлеміз 2-ке. 10-4 дәрежесі көбейтілген 1,5, яғни 15.000 метр, 15 километр. Радиолокатордың жұмыстық толқын ұзындығы 5 сантиметрге тең. Және шағылатын импульстардың ұзақтығы 1,5 микросекундқа тең. Әрбір импульста неше тербеліс болады? Және анықтаудың ең қысқа қашықтығы неге тең дейді. Біз бұл санды табу үшін дельта т-ны периодқа бөлеміз, ал жарықтың периоды неге тең? Сигналдың периоды с бөлінген лямбда. Немесе лямбда дельта т бөлінген с. Лямбдамыз 5 сантиметр. 5 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр. 10-6 дәрежесі көбейтеміз 1,5-ға бөлеміз жарықтың жылдамдығына. Жарықтың жылдамдығы 3-ке тең. 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі. Жоқ, мына жерде. Так, мына жерде кішігірім қате кетіп қалды. Бірақ ничего. Қатемізді тез байқап қалдық. Главное байқап қалу. Лямбда бөлінген с болады деген период. С дельта т бөлінген лямбда. 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі көбейтеміз. 10-6 дәрежесі көбейтілген 1,5 бөлеміз 5 көбейтілген 10-2 дәрежесіне. Сонда мынау 10-2 дәрежесі болады. 10-2 дәрежесі 10-4 дәрежесі болады. Ал енді 3 көбейтілген 1,5 ол 4,5. 4,5-ды 5-ке бөлсек 0,9 болмай ма? Сонда 9000 метр немесе 9 километр. Ой, 9000 тербеліс болады екен. Енді X қашықтық алдындағы есептегідей қолданамыз. Ең минимальный қашықтық ол с дельта т бөлінген 2-ке тең. Демек 3 көбейтілген 10-8 дәрежесін көбейтеміз 1,5 көбейтілген 10-6 дәрежесіне оны бөлеміз 2-ке.
2'de 25 көбейтілген 10-2 дәрежесі. Яғни 225 метр болады. Мына жерде көрдіңіздер ме? Қате. Бұны әрі қарадық, бері қарадық, бұл бәрібір 3000 болуы мүмкін емес. Біздің шығарған жолымыз дұрыс. Келесі. Енді кеме радиолокаторы теңіз бетінен 25 метр биіктікте орналасқан. Осы радармен теңіз бетіндегі құтқарушыны ең алыс қандай қашықтықтан көруге болады? Осылай. Иә? Бұл 25. Мынау радиус. 90 градус. Енді бұл қашықтық S. Мынау S екеуі бірімен өте шамалас. Бұл бұрыш өте кішкентай. 25 метр. Жердің радиусы 6400 километрден әлде қайда кіші. Сол үшін біз мына жерде r қосылған, мынаған h деге, r қосылған h квадрат неге тең болады? R квадрат қосылған s квадрат деген формуланы қолданайық. Бұл r квадрат қосылған 2rh қосылған h квадрат тең болады. R квадрат қосылған s квадрат. R квадрат қысқарады. 2rh қосылған h квадрат. H квадратты да біз 0 деп ала салайық. Сонда s түбір асты 2r h-қа тең. Шамамен. Сонда 2 көбейтілген радиус 6400. Оны 1000-ға көбейтеміз. Көбейтілген 25. Осының түбір астысы 17,9. 17,9 километр. Осы кезде импульстар қандай жиілікпен шығады дейді. Так. Импульстардың жиілігі осы қашықтыққа тең бұл. Осы S неге тең? S көбейтілген дельта T бөлінген 2-ке тең, иә? Яғни дельта T-ны период ретінде алатын болсақ, ол 1 бөлінген жиілікке тең. Сонда жиілігіміз S, яғни 3,18 дәрежесі бөлінген 2 S-қа тең екен. S-іміз 25 болады, иә? Толайда 25 емес. S-іміз неге тең? 18 километр ғой. 18 көбейтілген 3 дәрежесі. Сонда бұл жерде астында 12 болады. Үстінде 100 мың. 100 мың бөлінген 12. 8333. 8333 герц. Дұрыс. Енді соңғы есебіміз ғарыш кемелермен радио байланыс қашықтығын 3 есе арттыру үшін неліктен тарату қуатын 9 есе арттыру керек? Радиолокацияны 9 есе арттыру үшін тарату қуатын неше есе арттыру керек? Онда қайтадан 3 деп жазып қойыпты, бұл қате. 9 болу керек. Екі жағдайда да радио толқындық көзі нүктелік деп есептеңдер. Радио толқынның таралуы кезіндегі энергияның жұтылуын ескеңдер. Енді бұны біз мынандаймен бір жолмен шығардым. Қуат неге тең? Ол энергия бөлінген уақыт, иә? Енді энергиямыз негізі бұл электромагниттік энергияның энергиясын H ньюға тең. Яғни бұл жерде жиілік. Жиілік болса, ол 1 бөлінген период, 1 бөлінген уақытқа тең, иә? Мынау да уақыт. Сонда бұл 1 бөлінген периодтың квадратына тең. Сонда біз бұл X-тің формуласын білеміз ғой? С дельта Т бөлінген 2, иә? Демек, дельта Т уақыт бізде Т X-қа пропорциональны. Дельта Т. Так, бұндай түрмен біз шығара аламыз ба?
Жақсы. Бұндай формуламен шығарылмайды екен. Себебі бұл жерде керісінше азайту керек болды, ол логичный емес. Онда біз басқа жолды қарастырайық. Келесі жолымыз. Бұлардың берген затын қолданайық. Яғни, радио толқын таралу кезінде бұл жан жаққа қарай былай сфера болып таралады. Бұның жұтылуы ескеріңіздер дейді. Бұл қуат сонда ар қашықтыққа тарайтын болса, бұның ауданы 4π r квадрат болады, аудан. Яғни энергиясы осынша ауданға таралады. Сол үшін қуаты ауданға пропорционально болу керек. Демек, осындай жағдаймен енді менің қолданған методым дұрыс емес екендігін неде жазсаңыздар болады. Комментарияларда ойланайық. Менің ойымша осылай. Ауданға пропорционально. Сол үшін, яғни біз қашықтықты 3 есе азайтсақ, қуат 9 есе азаю. 3 есе көбейтсек, қуат 9 есе көбею керек. Енді қашықтықты 9 есе көбейтсек, қуат 81 есе көбею керек. Яғни P қуат қашықтыққа пропорционал. Жақсы, осымен сабағымыз бітті.